Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге гарнирмен котлет жасаймыз. Менімен бірге қосылып жасасаңыздар болады. Котлет жасау үшін ең алдымен бізге тартылған 200 грамм сиыр еті керек. Одан соң 2 картоп, 1 үлкендеу пияз керек. Бұларды теркадан өткізіп аламыз майдалап. Дәміне қарай бұрыш, дәміне қарай тұз қосамыз және 1 жұмыртқа қосамыз. Ал подливіне үй жағдайында жасалған соус керек, сосын майдалап туралған 3 пияз керек. Үкіштен жақсылап өткізіп алдым. Енді үкіштен өткен картоптар салам осыған. Сосын етімді салам. Тұзымды салам. Бұрышымды салам. Жұмыртқаны салам. Енді жақсылап араластырамыз. Мен илеп болдым. Дайын болған паршымызды қолымызға алып, шариктеп, домалақтап алып, біртіндеп бәрін солай тақтайымызға қоямыз. Ішінде теркадан өткен картоп, пияз, жұмыртқа болғаннан кейін, қуырылғаннан кейін котлетіміз іші тығыз болмайды, өте жұмсақ болып, жақсы піседі. Бәрін осылай домалақтап дайындап аламыз. Міне менде осындай кіші 12 котлет шықты. Тавада қызған майымызға котлеттерімізді біртіндеп салып, жақсылап екі бетін қызарып қуырып аламыз. Қуырған котлеттеріміздің бәрін бір ыдысқа салып аламыз да, сосын подлив жасаймыз. Осыған пиязымды салып қуырып аламын осы майға. Қуырылған пиязымы үй жағдайында жасалған томатный соусымды құямын. Тавада подливімізге қуырып алған котлетімізді қайтадан салып жайғастырамыз. Қайнаған су құйып, жай отта бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа гарнир үшін суға 15 шақты картоп салып қайнатып алам 15 минутқа. Гарнир үшін екінші ыдысыма қайнап жатқан суға күріш салам. Күріш жабысып қалмау үшін арасы 50 грамм май құйып жіберіп, тұзымды салып, қатты қайнағаннан кейін жай отта басып бетін жауып қойып, 10 минутта пісіп шығады дайын болып. Міне күрішім де пісті. Екінші ыдыста картопым да пісті. Пісіп дайын болған картопымызды езіп аламыз. Жақсылап сөйтіп азғана сары май салып, сүт құямыз. Сөйтіп жақсылап араластырып, сонымен картоп гарниріміз дайын болады. Гарнирге котлеттерімізді саламыз. Менің котлетім мен гарнирім дайын болды. Сіздерге менің рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.